Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге тез арықтауға арналған кеңестермен бөлісетін боламын. Ең алдымен арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Негізінен адам арықтау үшін ең алдымен алдына мақсат қою керек. Мен барлығына шыдаймын, менің қолымнан келеді, мен қалайда жетістікке жетемін деп өз-өзіңізді алға жетелесеңіз, сонда мақсатыңызды міндетті түрде орындайсыз. Ауру астан демекші, семіздіктің бірден-бір себепкері ол тамақ. Яғни семіздіктен арылу үшін қандай айла тәсіл ойлап табылмады десеңізші. Бірақ артық күш жұмсамай-ақ артық салмақтан оп-оңай арылудың да жолы бар екен. Ол аузыңды тыю, яғни аз мөлшерде тамақтану. Сонымен қатар арықтау кезінде ұялы телефоныңызға калорияны есептейтін калькуляторды орнатып алыңыз. Ондай қосымшаны интернеттен оп-оңай тауып алуға болады. Бұл есептегіш күніне сіздің ішіп жеген тағамыңызды есептеп отыруға көмектеседі. Сонымен қатар артық салмақтан арылу кезінде алкогольді ішімдіктерді мүлдем ішуге болмайды. Өйткені бауыр ағзадан майдың шығуын қамтамасыз етсе, ал алкоголь бауырдың жұмысын тежейді. Сонымен қатар артық салмақтан арылу кезінде, егер өзіңіз көздеген нәтижеге тезірек қол жеткізгіңіз келсе, мейлінше жылдам дайындалатын диетаны таңдағаныңыз жөн. Өйткені тағам ұзақ дайындалған сайын сіздің тәбетіңіз де ашыла түседі. Арықтау кезінде таңертең тұрғанда міндетті түрде 200 грамм су ішуді әдетке айналдырыңыз. Және де су ішкеннен кейін міндетті түрде жарты сағат өткеннен кейін ғана тамақтануға болады. Таңғы асқа міндетті түрде каша жеңіз, және де оның мөлшері өте аз мөлшерде болуы керек. Сонымен қатар күн сайын спортпен айналысуды әдетке айналдырыңыз. Ал спортпен айналысып болғаннан кейін 1-2 сағат көлемінде тамақ жеуге болмайды, себебі ағзамыз майларды кетіріп, етімізге күш-қуатты жинай бастайды. Және де көп қимылдап, үй жинап, серуендеп, далаға шығып, көп жүруді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Ал тамақтану жиі болу керек, бірақ оның мөлшері өте аз болуы керек. Күніне 6 ретке дейін ұсынылады. Бұл энергияның біркелкі бөлуге және біртіндеп майды ыдыратуға мүмкіндік береді. Жалпы дұрыс тамақтану денені барлық қажетті белсенді заттармен қамтамасыз етуді қамтиды. Яғни көмірсулар, ақуыздар, витаминдер, майлар, микро және макроэлементтердің қалпын сақтай алсаңыз, сіз көздеген мақсатыңызға тезірек жетесіз. Егер де сіз физикалық белсенділікпен бірге дұрыс мөлшерде тамақ жеуді үйренсеңіз, онда сіз қосымша фунттан арылып қана қоймай, ұзақ уақыт бойы өз денеңіздің формасын сақтап қала аласыз. Арықтау кезінде жартылай фабрикаттарды, фастфудтарды, кондитерлік өнімдер мен қантты, шұжық өнімдерін және тағамдық қоспалары бар тағамдардың барлық түрін жеуге болмайды. Сонымен қатар судың балансын нақты сақтаңыз, яғни күніне 1,5-2 литр су ішіңіз. Әр тамақтанудан жарты сағат бұрын 1 стақан су ішуді ұмытпаңыз. Ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.